Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында осындай керемет бургер жасап көрсетемін. Өте оңай, қарапайым заттардан жасаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Балалардың ең сүйікті асы. Және де осындай бургерге арналған өте жұмсақ булочки дайындаймыз. Ең алдымен тартылған еттің үстіне қара бұрыш және дәміне қарай тұзымызды салып, қолыңыздың көмегімен жақсылап қысып, араластыратын боламыз. Өзіңізге қалаған фаршты қолдана берсеңіздер де болады, тауық етінен пісірсеңіздер де болады. Мен осылай сиыр етінің фаршынан пісіретін боламын. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай пергамент қағаздарымызды видеодағыдай қиып алатын боламыз. Және де фарштарымызды тұп-тура бір-бірдей етіп 5 бөлікке бөлетін боламыз. Мен қазір 5 бургер жасаймын. Және де әрбір қиылған пергамент қағаздың үстіне осылай котлеттерімізді жасайтын боламыз. Үлкен қылып немесе кіші қылып жасау өзіңіздің қалауыңызша. Мен осылай орташа қылып жасадым. Үлкен қылып жасай беріңіздер, себебі қазір біз оны майға қуырған кезде котлеттеріміз кішірейіп қалатын болады. Барлығын осылай жасап аламыз да, бірінің үстіне бірін қойып, целлофанға саламыз да, морозильникке 20 минутқа 15 минутқа қалдыратын боламыз. Котлеттерімізді дәл осылай жасап, пакетке салып, морозильникке ұзақ уақытқа қатырсаңыздар да болады. Өзіңізге қалаған уақытта алып пісіріп аласыз. Ендігі кезекте бургердің соусын дайындаймыз. Ол үшін майонез және кетчуп және горчица қажет болады. Бірақ менде ол болмағандықтан орнына осылай чеснок салып жібердім. Горчицаңыз болмаса, осылай чеснок салып араластырсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осы видеоның астына толық описание бөліміне құрамын қалдырамын, сол жерден қарай аласыздар. Және де қияр қызанақтарымызды осындай қылып турап қоятын боламыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылып турамайсыз. Және де осындай салат жапырағын жақсылап жуып, араларын ашып, кептіріп, дайындап қоямыз. Осымен 15 минут өткеннен кейін табамызға кішкене ғана сұйық майды құйып, орташа отта жаңағы дайындаған котлеттерімізді пісіретін боламыз. Осылай пергаментпен бірге видеодағыдай аударып, пергаментті алып тастайтын боласыз. Құрметті менің көрерменім, менің видеом сізге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікіріңізді қалдырып және лайк басуды ұмытпаңыз. Дәл осылай барлық котлеттерімізді пісіріп аламыз. Ендігі кезекте булочкамыздың ортасын кесіп, барлығын дайындап аламыз. Өте жұмсақ болып шығатын бургерге арналған булочканың нанын дәл осы видеоның астына ссылкасын қалдыратын боламын. Толық рецепті сол жақтан қарай аласыздар. Мінекей кесіп, осылай жұмсақ ортасы толықтай піседі. Ендігі кезекте соусымызды 2 шай қасықпен алып, жақсылап жағып алатын боламыз. Соусын мол қылып жаға беріңіз, өте дәмді болып шығады. Және де салат жапырағын салып, үстіне қиярымызды салатын боламыз. Өзіңіз қалағандай етіп жасай берсеңіз болады. Котлетімізді және қызанағымызды саламыз. Мына жерде менде сырды салынған видео түспей қалған екен. Сырды салуды ұмытпаңыздар. Сырымызды салып болғаннан кейін жоғарғы бөлігіндегі булочкаға де соусты жағып, жақсылап кішкене басып жібереміз. Шпажкамен осылай түйреп қойсаңыздар да болады. Осымен біздің бургеріміз дайын, өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға қатты ұнайды, барлық адамға ұнайтын тағамдардың бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, алдағы уақытта өте оңай ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.